Toka-boka түсіретін боламыз. Бүгін бізде Меритока мен Toka-boka сезіс туралы шындығын айтатын боламыз. Бұл бізде мен өзімді таныстыра кетейін. Мен бізбен бірге Айдана, бұл менің қасымдағы Джессика. Сәлем барлығыңа, мен Джессикамын. Бұл Джессика. Енді мен сіздерге Меритока мен Toka-boka сезіс туралы шындығын айтайын. Бірінші Toka-boka сезістен бастайық. Toka-boka сезіс ол 10 жастағы қыз, 15 тамызда ол 11-ге толатын болады, ал ол Меритокамен дос. Ал Меритока болса 12-13 жастағы қыз. Негізі даусынан білем, сондай екенін, даусынан біліп тұрады. Негізі екеуі жақын құрбы екен. Ал енді мен посылкамда қойып, бұл менде посылка, кішігірім. Бізде бірінші осындай планшет шықты. Ал екінші моложный шықты. Негізі бізде қазір обед, күн қатты ысып жанып тұр. Сондықтан мороженый өте күшті. Өте дәмді. Ал мына менде розовый крем, мен жақсы көретін цветінде. Өте дәмді. Розовый бутер. Ал мынау менде розовый гүл кішігірім. Ал мынау хаты, мынау посылка берген адамнан. Менде чипсы, лайс. Розовый осындай Ал менде екіншісі ақша. Барлығын сап қойын. Мен посылкам аяқталды. Негізімен мұндай қысқаша видео түсіргім келмейді. Енді негізі Меритока мен Toka-boka сезіс дос екенін білді, құрбы екенін білді, жақын құрбы екенін білді. Toka-boka сезіс ол туралы өзі